ужас, қыздар, енемнің келгені мүлдем есімнен шығып кетіп осылай обедке дейін ұйықтағам ғой, представляете. Кухняға келсем, мама жалғыз өзі чай ішіп отыр. Ой, бұл сасқаннан тез осылай панкейки пісірдім да, мама, вареньемен хотите или сгущенка? Мен айтсам, ничего не надо деп ренжіп отыр. Ойбай, енді не істеймін деп тез осылай обедке осылай тәтті пончиктер пісірейін дедім. Мама осындай пончиктерді қатты жақсы көреді. Бұларды тез пісіріп алдым. Негізі енем келгелі жақсы болды, балаға біраз көмектесіп жүр. Сосын кешкі тамаққа десем манты істейін дедім. Даже мантының қамырын илеп қойған. Қыздар, сіздерде осындай жағдай бола ма? Жаза кетіңіздер. Әлде менде ғана осындай бола ма? Сосын тез осылай мантымды түйіп тастадым. Мантым осылай күшті болып пісті. Сосын жанына құр болмасын дедім да, салат дайындадым, пирог пісірдім, хворс тастадым. Мама да мәз болды. Осылай күшлеп тамақтанып алдық. Жолдасын далаға свиданияға шақырды. Қыздар, бұлай далаға шықпағалы негізі біраз болды. Балаларды мамаға тастап кеттім. Спокойно осылай прогулкаға шықтым. Жолдасым келді, осылай далаға қармен ойнап, кәдімгідей қар борап тұрса да соған қарамай жүріп, мәз мейрам болып қайттық. Қыздар, сіздер де өйстіп ойнап тұрасыздар ма? Жаза кетіңіздер.